Бірнеше жаңа бәрін әкелуге мүмкіндік болмады аға. Бәрі тұр тонында. Соны қара маржаныңызды әкеліп өзіңізден бір ақ төгіріп алсам ба деп едім. Амангүл дейсің ба? Амангүл. Қаншасы бүгін? Бүгін 14-ші қазан. Қазанның 14-і 2012 жыл. 10-шы айға. 14-ші қазан. Қазаныңыз 10-шы айға. 2012 жыл. Өзіңіздің тура 80-ге жылға толған әдемі жыл. Рахмет аға. Болды ма? Үйді шақырып, талай журналистер сіздің шекпеніңізден шықты ғой. Сол сияқты бұл аяулымда болашақта жазушы болсам ба дейді. Соған бүгін енді өзіңізге келіп, батаңызды алып, ағаны көрсем деген ниетпен менің қасыма ілесіп келіп отыр еді. Құрметті Шер аға, сізге бір азды көпті сауалым бар еді, егер рұқсат етсеңіз. Сізді Қазақстан халқы және осы жақында ғана Жамбыл облысының жалпы жұртшылығы 80-жік толуыңыз тойлады. Жалпы Қазақстан халқы сізді жазушы, көркем сөз шебері, шебер аудармашы, көсем сөз және редакторлардың редакторы деп білеміз біз. Аға, енді айтыңызшы, осыдан басқа тағы да қырларыңыз бар ма? Біз білмейтін, жұрт білмейтін, тағы да басқа қырларыңыз бар ма? Адам көзі жұмылғанша армансыз болмайды. Арман деген толып жатыр. Өмір жетсе оған. Сондықтан әлі жұмыс көп істейтін. Қазір де сол ауырып, ара-тұра мүмкіндік болмай жүр, әйтпесе мен істейтін шаруаларым бар. Қазір не жазып жатсыз аға? Қазір сол Бүркен дүние дейтін тақырыбым бар. Өте керемет жазылған. Соны онда-сонда шамам келгенде жазып қоямын. Бір күндік дүние емес. Әрине, бір күндік емес, бір кем дүниеңіз үлкен. Қашан қолынан қалам түскенше жүре беретін жұмыс. Шама келгенше. Шама кеткен күні өзі біледі. Құлайдың ісі болып. Бір Алланың шаруасы. Қашан әл-қуат бітеді, сол күні тыйылады барлығы да. Құрметті Шер аға, балалар жазған шығармаларыңыз бар ма? Ау? Балаларға жазған шығармаларыңыз бар ма? Балаларға? Балаларға. Менің қолымда жоқ қазір мен. Жалпы есіңізде қалғаны. Біз кешіріңізші, анау Әлтай нанға тоймаушы еді. Интернет наннан алынған ғой. Соны мектепте қызға оқимыз ғой сол. Әлтай нанға тоймаушы еді деп басталады ғой. Интернет наны. Сол сіздің балалық шағыңыздан алынған шығар деп ойлаймыз.
Мен сол интернетте өстік қой біз. Интернет пансионат дейтін болған. Осы Жамбыл шаһарында. Мен өзім мына Жуалыдан Мыңбұлақта. Содан сол интернетте жатып оқитынбыз. Өзі киіндіретін, өзі тамақтандыратын, сонда жетім жесірлерге арналған дүние болатын. Енді әкем сотталып кеткен 37 жылы. Содан қайтпай қалған. Анамыз күндіз-түні колхоздың шаруасында қолы тимейді. Содан сол интернет пансионатта оқып адам болды. Содан бүгінгідей 8-ші класстан бастап оқып, 8-ші, 9-ші, 10-ші класты сонда бітірдім мен. Осы Жамбыл қаласында, шаһарында. 5-ші мектепте аға, я? Ау. Қазіргі 5-ші мектеп емес баға? Қазіргі 5-ші мектеп қой, я, сол? Сіз оқыған мектеп, Жамбыл атында. Қазір қандай нөмірі барын білмеймін, ол кезде нөмірсіз болатын еді. Жамбыл мектеп дейтін, Жамбылсыз мектеп. Сол мектеп қой бізде қазіргі іргесі биік Жамбыл облысындағы жақсы оқу орындарының бірі. Сол мектепті бітірдім 50-ші жылы. 50-ші жылы бітіріп, содан Мәскеуге оқуға кетіп қалдым. Сол жақта жүрдік қой әйтеуір. 5 жыл оқып ол жақта бітіріп университетті. Содан осында баспаға келіп жұмыс істедім. Қазақтың көркем әдебиет баспасы деген баспа болған. Қазірде бар ғой. Сонда редакцияның бірінен соң бір келе береді. Сол біткенше таусылғанша сол орындалып жатса бақытты адам сол. Қазір енді жазып жүрген жоқпын, ауру сырқаулы дегендей. Арасында сол біркен дүние деген тақырыбым бар, соны айналдырып жатырсыз. Айналдырып, соны жазам. Жалпы аға, хоббиіңіз не нәрсе? Өзі әркімнің айналысатын бір нәрсесі бар ғой. Қолы бос кезінде сіздің хоббиіңіз не нәрсе аға? Хобби дегенмен жақсы көрмеймін өзім. Бильярд ойнаймын. Бильярд деген болады. Сол бильярд ойнаймыз. Негізгі шаруа сол қолмен тиісі. Аға, сіздің шығармаларыңыз көп ақ. Әсіресе болса Тұрар Рысқұловты қызыл жебе қылып қазір тәуелсіздігіміз алғаннан кейін жарқ еткізіп шығардыңыз. Қызыл жебе арқылы Шерханы Таза деген тұлғаны біз одан сайын жақсы танимыз өзіңізді. Одан кейін 41 жылғы келіншек, Ай мен Айша, тағы толып жатқан дүниелеріңіз бар ғой. Ол әрбір дүниеңіздің өзіңіздің балаңыз сияқты ғой. Бірақ дегенмен осы шығармаларыңыз ішіндегі ең жаныңызға жақсысы қайсы аға? Ол әрине бес кітап жаздым мен қызыл жебе. Сол шығар ең қиыны. Көп көңіл бөлгенде, көп уақытқа алғанда сол. Өмір қымбат. Өмір қымбат. Жарық дүниеде өмір сүрген одан артық қымбатты білмеймін. Не қымбат бар? Тірі жүрсең, жақсылықты да жамандықты да көре бересің. Жаладан, бәледен сақтаған Құдай деп тілеймін Құдай. Жалақорлық жаман, бәлеқорлық жаман. Содан қорқамын. Сатқындық деген нәрседе. Өмірде көп көрдім ондай қорлықты мен. Жұмыстарымда да, өмірде жалпы. Жалақорлықты ма? Жалақорлықты ма? Жалақорлық, сатқындық деген. Жалақорлық, бәлеқорлық деген.
аға бір кездері парламенттің төрінде отырған кезде қазақ тілі мемлекеттік тіл, тек жыланның ғана екі тілі бар деп шырылдаған едіңіз. Одан бері бірнеше жыл өтті. Жалпы қазіргі таңда тілдің дамуына көзқарасыңыз қандай? Айнаған жоқ, сол баяғыдай қазақ тілі өркендей берсе екен, дами берсе екен деп отырамын. Басқа тілегім жоқ мен. Ана тіл деген ең біздің дүниеге көзіңді ашып, дүниеге келгеннен кейін басылатын дүние ғой. Тіл деген, ананың тілі, анаңның тілі деген сөз. Ана тіл деген, родная речь дейді орыстар. Ол енді ана тіл деген біздің ұғымда, сол қазақ ұғымында анадан артық еш нәрсе жоқ. Анаң қымбат, ана болу ардақты іс. Хадистердің өзінде де айтады, мұсылман жолындағы хадистер. Ең алдымен анаңды сыйла, екінші анаңды сыйла, үшінші тағы да анаңды сыйла. Сонан кейін барып әкеңді, туған туысқандарыңды, халқыңды, еліңді сыйла деген қағидасы бар. Сол дұрыс қой деп ойлаймын. Рахмет аға. Енді қазіргі Қазақстанның болашағы жастар ғой. Жастар сіздің шығармаларыңыз арқылы адамгершілікке, отаншылдыққа баулып жатырмыз деп ойлаймын. Өзіңіздің қазіргі қазақ жастарына айтар қандай тілегіңіз бар? Балаларға, жастарға, қоғамымыздың ертеңі. Тілек көп қой, ол нұрлым айта беру. Біреу ұнай, біреу ұнамайды. Сен айтқан тілегің, талабың, оны тыңдайтын бар, тыңдамайтын бар. Шарбаң не дейтіндер бар әріпеден кейін. Біз қазір пенсияда жүрген адам, 80-нен асқан жасымыз бар. Не бар қарт кісіге шаруасымен жатпаймын үйінде дейді. Сондай көзқарастағы адамдар бар. Сенің 80-ге келгенде де арманың бар екен, ойың бар екен, талабың бар екен. Жақсы іске ұмтылу жол бар екен, біле бермейді кейбіреулер. Сол қиындау. Сондай өмірді күн өтіп жатыр әйтеуір, ептеп-септеп. Сонымен 80-ге келіп қалғанымызды да байқамай қалыппыз. Қызу-қызуымен жүріп. Енді мінекей сол отырмыз. Кітап қарап, өткенді. Сондай шаруа. Рахмет аға. Денсаулығыңыздың қазір сәл-сәл некесіне қарамай біздің алтын уақытыңызды қиып бізге сұхбат берген үшін сізге көп рахмет айтамыз. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Қазақстанның біздер үшін, Қазақстанның жастары үшін сіз әлі керексіз. Сондықтан сізден әлі жаңа аз бір кем дүние шығармамды уақытымның бос кезінде қарап жатырмын дедіңіз ғой аға. Шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын аға. Сізге Алланың нұры жаусын аға. Өздеріңе де нұр жаусын, Алланың жақсылығы болсын. Аман есен жүріңдер. Мына қыздың болашағы енді осы суреткер бола ма? Жазушы болады. Сіздің жолыңызды жусам ба дедім. Неден жазып жүрсің? Жазып жүргендерің бар ма? Аха, мақалаларым бар. Мақалалар. Мақала деген ол енді. Ол әртүрлі болады мақаланың өзі. Енді шындалып келе жатыр ғой бұл бала. Бізде оқиды ғой. Енді шындалып сол облыстық, республикалық басылымдарға өлеңдері, мақалалары
шығып жүр аға. Сол енді бүгін кеше маған айтқан, апай, мені де ала барасыз ба? Ағаны бір көрсем, кейін жазушы болғанда ең бірінші келіншектің бетін кім аша сол ыстық дейді ғой. Бірінші Шер ағанды мен көргем, ол кісімен сұхбаттасқаным, ол кісінің әңгімесін тыңдағам деп айтар едім деп қолға салған еді. Міне бүгін сол бақыт бұйырып отыр бұл кісіге деп ағанда. Суретке түсіріп